Бастайық олай болса. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз біз көбінесе стратегия бойынша сөйлесетін боламыз. Яғни қандай стратегиялар бар, жалпы оны мен сіз де білесіздер ғой, бірақ та бір жүйеге келтіреміз. Яғни қандай стратегияларды қалай жүйелейміз, соны көрсететін боламын. Жалпы сабақ басталмастан бұрын өзімді таныстырып кетейін. Есімім мен Дәулет. Жалпы трейдинг саласында мен 2020 жылдан берімін. Көбінесе қазір Форекс нарығымен жұмыс жасаймын, бірақ негізі криптодан бастағанмын. Жалпы прop компанияда 500 мың доллардан астам счеттар бар. Одан кейін жалпы 1,5 жылдан бері осы smart money концепциясы, order flow арқылы нақты сауда жасап жүрмін. Бүгін не үйренеміз? Бүгінгі біздің тақырыптарымыз бұл 5 негізгі деңгейлері бар жалпы стратегиялардың. Қай стратегия не үшін жұмыс жасамайды, не үшін жұмыс жасайды, оның жаңағыдай қандай проблемалары бар деген сияқты соларды талқылайтын боламыз. Одан кейін уәде етілген сіздерге сабақтарға трейдинг view бойынша сабақ бар. Одан кейін smart money бойынша кітапшаға доступ берілетін болады сабақтың соңына қарай. Жалпы мынадай сұрақ туындайды. Трейдингта неге былайша айтқанда көп адам нәтиже көрмейді, көбі айтады жаңағыдай минустамыз деп, ал басқалар мысалында $1000 долларлап жаңағыдай табыс табады. Яғни оның ең басты мәселесі ол бізде стратегия көп, бірақ нәтиже жоқ. Яғни бұл дегеніміз мысалында көп стратегиялар бар, неше түрлі, сіздер білесіздер, паттерндар бар, тех анализі бар, уровеньдер бар, SNR бар, разгон стратегиясы бар, брейкаут, өте көп стратегия бар. Бірақ олардың барлығы бізге бөгет жасайды. Неге? Себебі біз мысалында бір стратегия лонговый көрсетіп тұрса, екінші стратегиямыз шорт көрсетеді, немесе үшіншісі точка входа жоқ, не істерімізді білмей қаламыз да. Былайша айтқанда стратегия көп болған сайын жаңағыдай хаос болады да. Жалпы басты себебі осы. Мынау енді жаңағы стратегияның көптің кесірінен біз жаңағыдай нақты не істеп жатқанымызды білмейміз. Жаңағыдай 100% сенімділік жоқ та. Яғни стопты қайда қоямыз? Бір стратегия бойынша уровень астына қоюымыз керек, бір стратегия бойынша мүлдем басқа жерге қоюымыз керек. Яғни кейбіреу мүлдем де жаңағыдай стопсыз торговать ететіндер бар. Осындай жағдайлар таныс па сіздерге? Мысалында план жоқ, анализ мысалында жасамайсың, немесе эмоциямен торговля жасайсың деген сияқты. Бар ондай. Жалпы осылардың барлығы бізде көптеп кездесетін проблемалар. Яғни бұған не? Бұған яғни белгілі бір четкий жүйенің жоқтығы ең басты проблема, ол бізде жүйе жоқ. Одан кейін стратегия ол тең емес жүйе. Яғни жүйеде ол стратегияны білгенімен барыбір де жүйе болмайды екен. Неге? Себебі ол жүйе дегеніміз оның бір нақты ережесі болу керек, қай уақыт болу керек нақты. Эмоцияға байланған емес. Яғни бүгін мысалында мен SNR мен торговля жасағым келеді, ертең мысалда уровеньмен торговля жасағым келеді деген сияқты. Ондай емес. Мысалында күнделікті, яғни бір стратегияны күнде қолдансаңыздар, сол дұрысырақ болады. Жалпы трейдинг ол бізде хаосты көтермейді. Яғни трейдинг ол былайша айтқанда әскери тәртіп қой. Яғни дисциплина тәртіп болған жерде ғана не болады екен, бізде результат болады. Енді жалпы стратегияларды мен өзім деңгейлеріне көшейік. Жалпы стратегияларды мен өстіп бөлем. Мысалында мынау, егер де мысалында бәріміз мектеп оқыдық, университет оқыдық деген сияқты. Яғни теханализ ең бастауыш мектеп сияқты, былайша айтқанда. Яғни адамдар трейдингке қалай келеді? Яғни паттерндарды үйреніп алады. Неге? Себебі содан бастайды да. Себебі олар паттерндар былайша айтқанда оңайда үйреніп алады. Екі уровені бар, поддержка бар, сопротивление бар.
жаңағы теханализден бастайды көбінесе. Одан кейін келесі деңгейіміз ол бізде SMC, яғни Smart Money концепт. Біздің тегін эфирлер, оның барлығы мысалында біз орта мектеп деп алсақ болады, орташа класстарды алсақ болады. Одан кейін уже более күрделі деңгей ол ICT, яғни Inner Circle Trade, яғни Майкл деген американдық трейдер бар. Соның концепциясы, яғни SMC-ге сүйенген, бірақ бұл деңгейі жағынан кішкене жоғарырақ тұрады. Одан кейін бізде келесі volume profile, яғни объемный анализ дейді. Бұл енді көптеген анандай программаларда қолдану керек болады. Бұл жерде атас деген сияқты, footprint деген бар. Яғни крупный капиталдың қанша ақша құйғаны, қай жерден қанша ақшаға сатып алғаны, яғни белгілі бір актив сатып алады ғой. Сонда бізде жаңағыдай Микрофондарыңды өшіріңдер. Мөлдір алып кетші мынаны. Мөлдір. Алып кетші. Қарамайсың. Есік жап жақсы. Так, жалғастыреге қарай бізде жаңа volume profile дедік, яғни именно крупный капитал қанша суммадан қай жерден сатып алды, яғни соны графиктен көре аламыз. Одан кейін ең мықты деңгей ол былайша айтқанда order flow. Крупный капитал. Өшіп қойсаңыздар өтініш. Ең мысалында қазіргі ең күрделі деңгей, яғни күрделі деп айтуға болмайды, бірақ ең былайша айтқанда мыналардан да жақсы жұмыс істейтін инструмент ол бізде не екен, order flow. Былайша айтқанда магистратура, докторатура, егер де мысалында жаңа уровеньмен салыстыратын болсақ, бұл сондай деңгей екен. Так, келесі көшек теханализ. Жалпы теханализда не істейміз, қалай қолданамыз деген сияқты. Жалпы оның құралдары бізде уровеньдер, пробой бар, отбой бар, разворот бар. Өзім жалпы осы теханализден бастағам негізінде, бастаған уақытта. Одан кейін әртүрлі индикаторларды қосып қойдым осы жерге. Яғни RSI бар, MACD бар, buy sell деген индикаторлар, содан кейін паттерндар бар. Яғни бұлардың жалпы енді теханализ жұмыс істемейді деп айтуға болмайды. Әрине жұмыс істейді, бірақ та оның бір нюанстары бар да, өзінің проблемалары бар. Яғни ол қандай проблемалар? Ол бірінші бізде не, ол жүйе жоқ. Яғни бұл жүйе, яғни неліктен деген сұраққа жауап бермейді. Не себептен баға уровень поддержкеден жоғары қарай кетті деген сияқты. Не себептен ол тесіп өтті, оны ешкім жауап бере алмайды. Одан кейін индикаторлар бойынша келетін болсақ, индикаторлар олар әрдайым кешігеді. Кейбір кезде яғни жалған ақпаратты беруі мүмкін. Яғни индикаторлар ол былайша айтқанда бір математикалық формулалар, былайша айтқанда сол графиктегі ақпаратты алып информация қылып береді бізге. Бірақ та ол былайша айтқанда болашақты бәрібір көрсете алмайды. Келесі бізде контекст жоқ, яғни бағаның не үшін о жаққа, қай бағытқа баратқанын айта алмаймыз теханализда. Одан кейін паттерндар. Паттерндар, яғни ең басты проблема ол бізде паттерндар. Яғни біз айтамыз ғой, крупный капитал, яғни осы форекс нарығымен болсын, крипто нарығымен болсын, бұл жерде үлкен капитал басқарады. Яғни үлкен капитал ол осы паттерндарды барын біледі. Яғни қай жерде манипуляция жасап жүру керек, қай жерде трейдерлардың стоптары тұр, соның барлығын крупный капитал біледі. Содан кейін мына жерде риск пен пайда қатынасы өте төмен болады. Яғни бірге бір болады көбінесе. Яғни сіздер мысалында сделка ашсаңыздар, егер стоптарыңыз $100 болатын болса, тейктарыңызды $100, сондай ғана қатынаспен ғана аласыздар. Неге? Себебі ол жерде стоптық уровень астына немесе жаңағыдай үстіне қарай қоятын болады.
жалпы теханализбен сауда жасайтын араларымызда бар ма екен? Бар жасап отырып қоямыз. Жалпы қандай бір проблемалар кездесесіз, сондай бір түсініспеушіліктер бар ма сол осы жүйе бойынша? Жалпы енді ғой жаңағы стопты алып кетеді ғой, содан келеді біз қойған стоптарымызды алып кетеді да бізден. Ол жаңағыдай паттернмен жаңағыдай каналдармен торговля жасағандықтан ғой. Крупный капитал оның барлығын баяғыдан кез келген алгоритм ол нарықта бәрібір де оған бейімделеді. Мысалында былай айтады ғой, антибиотикті мысалында қоршаған ортаға жаңағыдай таратуға болмайды. Неге? Себебі оған бактериялар үйреніп алады да. Қайтып мысалында адам ауырған кезде ол антибиотик әсер етпейді. Крупный капитал тура солай да, мысалында бұрын паттерндар яғни жұмыс істеді, уровеньдер де барлығы жұмыс істеді. Бірақ крупный капитал не істеді? Оған бейімделіп алды да, былайша айтқанда. Бейімделіп алды. Кез келген паттернды, кез келген уровеньді ол былай да шайқап жаңағыдай стоптарын алып, сосын барып кетеді деп бағыстыңыздар. Мен соңғы кезде жалпы байқап жүрген паттерндар жұмыс жасайды, бірақ неде? Төменгі таймфреймді жасайды, ол үшін 1 минутта сондай жасау керек. Тез кіріп тез шығып кетеді, ол трейдинг емес, уже скальпинг сияқты кетеді. Совсем енді жұмыс жасамайды деп айтуға болмайды, әрине. Болады, әрине жасайды. Бірақ оған сіз жаңағыдай сенбейсіз, үлкен суммалармен кіре алмайсыз. Там $100-200, $1000 дейін кіре бересіз. Проблема жоқ. Бірақ үлкен капиталды басқарған кезде ондай рисковать ете алмайсыз да. Біршама жүресіз. Экран көріп тұр ғой. Келесі бізде жаңағы теханализден бір саты жоғары тұрған, ол бізде Smart Money, SMC дейді, яғни Smart Money Concept. Бұлардың қолданатын құралдары яғни ликвидность, одан кейін структура, босс, чөч, структура жаңағыдай бұзылуы, одан кейін ордер блоктар бар, брейкер блок, mitigation блок, өткен сабақта көреміз. ФВГ, имбаланс, poisoналар, осы барлығы бізде Smart Money концепциясы. Яғни бұл жүйенде өзінің жаңағыдай проблемалары бар. Яғни қандай? Яғни қандай ол? Яғни көптеген трейдерлар, яғни ордер блокты үйреніп алған, ФВГ-ні үйреніп алған имбаланста. Солардың барлығын жаттап алады, яғни бостар бар, сол сөйтіп сауда жасайды, бірақ яғни контекст қайда баратқанын білмейді. Контекст дегеніміз бағаның қай жаққа баратқаны, яғни структура бойынша дейді, бірақ структураның проблемасы бар да, ол жерде фейк посттар болады, яғни структура кішкене жаңағыдай слом болғанша ол рынок уже жаңағыдай кері бағытқа қарай ауысып кетеді. Кейбір жетіспеушіліктер бар сондай. Одан кейін жаңағы ордер блоктарға келетін болсақ, жаңағы теханализ сияқты бұл жерде де крупный капитал не істеген ордер блоктарды отыды, яғни жаңағыдай үйреніп алғанда оны ол жерде манипуляция жасап. Одан кейін жаңағыдай паттерндар бар әртүрлі. Три паттерн дейді, SMR дейді, Smart Money Reversal деген. Олардың барлығын кез келген жаңағыдай қайтып айтайын, кез келген паттерн, кез келген бір алгоритмизация, яғни алгоритмге бір сауданы байласаңыздар, ол не істейді екен? Крупный капитал барлығы уақыт өте келе оны былайша айтқанда кілтін тауып, яғни былайша айтқанда шифр жасайды, жаңағы расшифровка жасап, бәрібір де жаңағы стоптарды алып кетеді. Так, келесі ICT, Inner Circle Trade, яғни ол Майкл деген американдық трейдер, осы Smart Money концепцияға өзінің жаңағыдай құралдарын қосқан болатын. Ол мына жаңағыдай
ол қандай құралдар, яғни сессиялар, уақыттар, AM, PM, кешкі, жаңағыдай таңертеңгі сессиялар, одан кейін Judas Swing деген бар, SRT деген бар, естіп жүрген шығарсыздар, SRT стратегиясы деп, оның барлығы жаңағыдай ICT-ге жатады. Optimal Trade End, OTA зона дейді, яғни сделканы осы зонадан ашсаңыздар жақсы болады, жақсы эррор береді деген сияқты. Одан кейін weekly, daily bias, яғни bias дегеніміз белгілі бір шаблондар ғой, яғни classic buy sell day дейді, яғни бағаның белгілі бір, бұл да алгоритмге байлайды, яғни белгілі бір уақытта, белгілі бір, былайша айтқанда, тура теханализа паттерндар сияқты бұл жерде де. Бірақ ICT, яғни smart money мен базасы smart money қылған, жаңағыдай өзінің паттерндарын ойлап тапқанда, яғни ICT classic buy sell дейді, ол жерде основной қолданатын негізі сол, бірақ ол жерде бірнешеуі бар да, 5-6 бар. Яғни бұл жердің проблемасы қандай? Бұл жерде бізде артық теория, яғни ICT жаңағыдай өзі көп терминдар береді. Көп терминдар оны естейді, шатастырады адамды. Яғни кейбір кезде оның концепциялары бір-біріне қарама-қайшы келетін тұстары да бар. Одан кейін жаңағыдай ICT үйреніп жүргендер көбінесе жақсы түсіндіреді, бірақ лайв трейдинг аз, практикада қолданылу аз. Былайша айтқанда, теорияны айтқанымен нақты бір шығатын, кіретін, былайша айтқанда жүйе жоқ та. Жалпы ICT-ді білетіндер бар ма? Жалпы ICT-ді былайша айтқанда Қазақстанда қатты қолданып жүрген адамдар көп емес негізінде. Көбінесе жаңағы SRT-ді айтады. SRT-ді естіген шығарсыздар. Candle Range Theory дейді. Яғни черепаший сук дейді, соның барлығы бір нәрсе де SRT. ICT-ді осы Шымкенттің жігіттері үйретеміз деп бір көрдім негізі. Шауып жүрді балдар. Бұл жерде өте көп термин, ана жерде шатасып кетесіз. Просто жаңағыдай ең мысалы гениальный заттар, ол қарапайым заттар. Бұл жерде Judas Swing бар, ICT-дің болып отқан жаңағыдай паттерндары бар өзінің. Олардың барлығы шатастырып жүрді. Қарапайым мысалы енді рынокқа келген трейдерлерді. Одан кейін тағы да ICT-дің бір жетіспеушілігі, ол көбіне жаңағыдай индекстер бар ғой, NASDAQ бар, сосын тағы да анау US 30, US 100, солардың S&P 500 бар. Яғни соларды торговля жасауға бағытталғанда негізінде, яғни Silver Bullet деген естіген шығарсыздар. Сол именно индекстердің торговлясына жақсы жатады. Бірақ именно Форекс рынокқа, алтынға қатты келе қоймайды. Сәлеметсіз ба? Мен осы ICT-ні жасап жүрдім алдында. Қазір рынокқа қарауға особо қатты уақытым болмай кетті да жұмыстармен. Бұрын мен ICT-ні жасаған кезде ICT-дің не деп айтушы еді, индикаторы бар емес па? Иә. ICT-дің алтынмен жасайында торговляны, ICT-дің индикаторын қосатында сол жерде особо не істемеймін. 30 минуттықты алып, 30 минуттықта бір рет ФБ-ға шыққан жеріне лимит қоятынмын да, көбіне лонг қалатынмын. Бірінші ФБ-ға шыққан жерге лимит қоятын, одан кейін ордер блоктың жанына. Содан кейін жақсы орындап беріп жүрген, сосын қатты үйде өзім жұмыстарым болып та қызым ауырғаннан кейін қарамай қалған. Қазір алтынға жақсы жұмыс жасап жатқан жоқ ICT. Или мүлде келмейді, или кеш орындайды. Silver Bullet-ның уақыттары кешкі біздің уақыт бойынша 6:30, сол кезде бір манипуляция болады. Именно сол жерде ашық тұрған имбаланс, там ликвидность, солар тест жасайды да, дальше тренд бойынша кетеді.
бірақ та бұл жерде де жаңағыдай крупный капитал ICT яғни айттым паттерндар бар деп паттерндар болғандықтан бұл крупный капитал былайша айтқанда үйреніп келе жатыр да оған бір нәрсе мысалы бірнеше рет қайталана Сіз анализді күнде жасайсыз ба, күнде рынокқа кіресіз ба? иә әрине күнде жасаймын бірақ күнде сделкаламын деп айта алмаймын Жоқ, иә, ондай емес. Бұрын мен жасап жүрдім де осыдан бір айдан асып кетті, 2 айдай болып қалды рынокқа графикке қарамай қойғаным. Енді келіп қарайын десем, ана трейдинг вообще түсінбей жатыр. ICT менің алдында істеп көргенмін, ол ICT-де жұмыс жасамай жатыр да. Ол жасамай қойды, или менің көзім көрмей қойды ма? ICT-дің индикаторын қосатынмын, содан кейін бар 5 минуттықта паттерндарды қарайтынмын, сосын трейд линия жазатынмын. Паттерндарға особо қатты сенбейтінмін, көбіне трейд линияменен ICT-мен жасайтынмын. Бұның да жаңағы проблемасы осы жаңағы паттернизация крупный капиталына бейімделуі сондай проблема бар. Smart Money-ді мен оқыдым. Smart Money-ді оқыдым да, Smart Money андай алтынға келген кезде түсіндіру терминдары бар емес пе? Өте қиын да, не как миым жетпеді, ICT-ді жеңіл қабылдадым. Smart Money-да да яғни терминдер көп, блоктар өте көп. Жалпы мен өткен сабақтарда айтқам, блоктарды мен мүлдем қолданбаймын. Көп айтады да. Біреу шығады, операндидің стратегиясы мықты, қалғандар істемейді. Екіншісі ICT күшті дейді, үшіншісі Smart Money күшті дейді, төртіншісі Үндістанның SNR күшті сызғансығымен жүреді дейді. Бірақ барлығы емес, мне кажется, маркетинг қод сияқты. Егер ICT-ға үйреніп, ICT-ға бейімделсеңіз, ICT-ді қарады мен алдында. Күніне 2 сделкаға кіретінмін. 2 сделканың өзінде капитал не аз, депозитім аз депозиттің өзінде бірге бір қосып отырдым да. Smart Money-ді түсіне алмай қойдым. Мне кажется, сол стратегияға байланысты емес, адамның өзінің қабылдауына барлық стратегия жұмыс жасайтын сияқты, мне кажется. Әрине жасайды. Барлық стратегиялар жақсы. Біреу жаман, біреу жақсы деп бөліп айтуға болмайды. Жалпы бэкс жасау керек, қайталау керек дейді да рынокта. Олардың барлығы деңгей бойынша бізде бөліп қойған. Енді қазір келесі бізде волум трейдинг, яғни объемный анализ, дейді. Оның барлығы жаңағыдай оның да проблемалары бар. Бұны көп күту керек. Бұл жерде жаңағыдай сирек кездесетін сделкалар, көбінесе свинг сделкалар алуға жақсылық. Крупный капиталдың алған жерлерін, бірақ тағы да бір жетіспеушілік волум былайша айтқанда болғанымен, объем болғанымен, бұл жерде біз Smart Money-ді, ICT-ді қосуымыз керек деп, сонымен бірге қолдануымыз керек. Контекст анықтауымыз керек. Сосын барып қана қолдануға болады. Жалпы негізі жұмыс істейтін нәрсе. Одан кейін жаңа платформалары бар. Сол платформаларын үйрену керек. Тақымдылары бар. Оған ақша төлеу керек ай сайын. Осы мынандай объемдары бар, нелері бар ғой солар. Бірақ көбі қатты сеніп мені деп, бірге бір орындайын деп тұрған барлық келіп тұрады да, сол кезде жаңалық шығып қалады. Жаңалықты ескермей қойсам, бәрі кетеді ғой. Жаңалық ол крупный капитал онда қатты бір. Жаңалық кезінде крупный капиталға позиция шығуы мүмкін негізінде. Олар заңды түрде болмайды. Волатильный болуы мүмкін, қатты өтіп кетеді. Мүмкін крупный капитал жаңалықта тұрғызу жасайды. Келесі бізде былайша айтқанда қазіргі трейдингтің шыны ол бізде былайша order flow деп айтсақ болады. Яғни бұның құралдары өте қарапайым негізінде. Қатты мысалы Smart Money, ICT-дағыдай не жоқ. Терминдер жоқ. Бұл жерде бізге керек имбаланс, сосын дейміз.
яғни Order flow дегеніміз order блок болып тұр ма? жоқ, order flow дегеніміз қазір графикте көрсетем. Яғни крупный капитал белгілі бір жерден позиция жинап төменге шыққан, сосын сонда лонг бағаны жібереді. Лонгқа жібергендерінде де ол белгілі бір жерден көрінбей, эффективно сатып алып отырады да, манипуляция жасау арқылы рынокқа. Яғни біз айттық қой бағана стратегиялар, теханализ бар, SMC бар, оның барлығын сонда стопқа түсіреді, неге қақпанға түсіреді. Liquidity grab дейді. Бұл жерде ликвидностьтарды екінші сабақ ликвидность тақырыбын айттық қой. Бұл жерде стоптарын шешеді де, былайша айтқанда өз жалғастырады режимді. Яғни қазір трейдингті қосайын. Яғни order flow бұл былайша айтқанда қарапайым бізге керекті жерде ликвидность. Ликвидностьпен жұмыс плюс имбаланстар. Мысалда жұма күні мен евродан мына жерде қарасаңыздар order flow келеді. Ликвидностьпен жұмыс. Одан кейін өзде имбалансты тесті бар. Сосын өзде тағы да имбалансты тесті бар. Яғни бұл жерде екі-ақ элемент бар да бізде. Ликвидностьпен жұмыс біреуіне. Осыған қараймыз, сосын имбаланспен жұмыс. Мына жерде қарасаңыз имбалансты жасалады. Одан кейін істеген тағы да ликвидность имбаланс тастаған. Имбаланстың ішінде істеген ликвидностьпен жұмыс жасалады. Яғни осы жерден кешіріңіз, бұл жерде сіз имбалансты мысалы 50% жапқан кезде кірмей ма? Мысалы бұл жерде тек ұшын алып кеткен имбалансты. жоқ, бұл 50% жерде былайша айтқанда не деген бар, понятие бар. Яғни имбаланс кейбір кезде жаңағы бір тиіп кеткен имбаланс, былайша айтқанда бір тиіп жақсы реакция алса, ол мықты имбаланс деген сөз да. Біз сонда мұндай имбаланс көрген кезде кіре беруіміз керек па? Мысалы кейде болады, ол имбаланс толтырады да төмен қарай. Сонда стопты қалай аламыз біз бұл жерде? Жоқ, имбаланспен жұмыстың өзінің реттілігі бар ол жерде. Просто имбаланстан сделка ала беруге болмайды. Күшті тайфундарын подтверждение іздеу керек деген сияқты. Бірақ мына жерде қарасаңыз, бұл азиатский сессияда. Азиатский сессияда тест жасаған сағат таңғы 5-те. Таңғы 5-те тұрып, ешкім сделка ашпайды да бұл жерде. Енді ашқан өзінде де біраз лонговать етіп алуға болады мына жақта. Бірақ основной мен жұмыс жасайтын ол килл зоналарда. ICT-ден шыққан. Мына килл зоналар Франкфурттан басталады, сағат 11-ден сағат 1-ге дейін. Осы аралық килл зона дейді. Ең активный период крупный капитал ол жерде. Азиатский сессия біткен жоқ әлі. Ол жерде азиатский жаңағыдай банктердің крупнягі бар. Одан кейін европейский банктар ашылады. Bullet Bank of England, европейский банк ашылады. Олардың барлығын істейді. Азиядан бері жинап қойған ликвидностьті, өткен сессияның ликвидностьін басқандар ликвидностьін шешеді. Бұл жерде лонговать еткен трейдерларды істейді. Шығарып жатыр рынокта. Мынау манипуляция болды. Манипуляция болды. Бірақ та бұл жерде не болды, бұл жерде имбаланс бөліп жасап тұрды. Қарамағыз шатты имбаланс. Бұл жерде бір сделка ашпадым. Содан кейін барып, осы жерде
M3'de қарадым. M3'де да не крупный капитал инвестор ликвидностьпен жұмыс. Дальше мына жерде имбалансты тесті, одан кейін тағы да имбалансты тесті. Мына жерде тағы да имбалансты тесті. Сосын мына жерде не істеген? Енді манипуляция жасалып көрінген. Мына жерде лонговый теткендерді бір шешкен. Былайша айтқанда мына жаққа барудың қатты смысл жоқ. Өйткені барлығы имбаланстан келеді да. Имбалансты жасап. Экран көрінбей жатыр ма? Көрініп тұр. Мына жерде манипуляция жасайды. Осы орайда тағы да менде бір сұрақ келіп тұр да. Сіз қандай таймфреймді қолданасыз? Маған басында үйрендім ғой мен. Интернеттен үйрендім, ютубтан үйрендім, курс сатып алдым. Сол кезде бір рет көрсетіп берген кезде 30 минуттық таймфреймнен 1 сағаттық таймфреймді көрдім да. Соның 30 минуттық таймфреймнен 1 сағаттық таймфреймнің көбіне имбалансын қараймын. Ең ликвидный зоналардан сол жерден кірем да. Жалпы мен 1 сағат. Қандай мына? Жалпы 1 сағат. 1 сағаттан. Сол 1 сағат 30 минуттықтар күніне 1 рет, 2 рет қана келеді да. Менде депозит аз болғандықтан маған стоп-лоссқа аз керек, и сосын несі көп болу керек қой. Не деп айтушы еді? Бірге 3 қоям да. Жалпы ол таймфрейм ол былайша айтқанда қатты бір емес, маңызды, яғни бірақ былайша айтқанда 1 сағат қолданасың ба, 1 сағат қолданасың ба, ең басты мәселе ол күндік таймфреймге қарау. Күндік таймфреймде бізде не себепті мен мысалы мына жерде лонг қарастырдым. Себебі бұл жерде күндік таймфрейм былайша айтқанда басқарады. Күндік таймфрейм қай жаққа бар? Сол жаққа ғана торговля жасаймыз. Мына жерде қарасаңыздар, не істеді? Мына жерде өткен күннің минимуммен жұмыс жасайды. Өткен күннің минимумы жұмыс ол не істейді? Бізде сол күннің жаңағы өткен күннің максимумына барады бағаны. Осыдан күндік таймфрейм оған қосам мына жерде имбалансты жасаңыз, плюс еще лонговый имбаланстың ішінде өткен күннің минимуммен басқан ликвидность шешті. 2 рет басқан бізде подтверждение беріп кетті. Сосын мына жерде мына графикта мына көрініп тұр ғой. Айта беріңіз, айтсаңыз болады. Сосын жалпы мен 1 сағаттыққа өттім. 1 сағаттықтан не көрдім? Мен лонговый ордер флоу көрдім. Имбаланспен жұмыс, ликвидностьпен жұмыс екеуін қосқанда былайша крупняктың жолын көреміз біз, логикасын. А пункт мына жерден басталды, А точкамыз. Яғни белгілі бір логика болу керек қой движениесіне. Яғни ол қазір таймфреймді мына жерде қарасақ компрессия жинап қойған бар. Яғни бірінші цель мынау болады, екінші цель мынау, үшінші цель мынау, яғни одан кейін мына жерде аралық цель бар, максимум сияқты өткен күні. Яғни осы цельдердің барлығы бізде таргет болады деп айтқанда. Яғни келесі апта біз не істейміз? Лонг қарастырамыз. Алтында. Шалай? 3 қойсаңыздар. Антыка. Кім осы болған? Так. Жалпы мына одан кейін 1 сағаттыққа өтіп, мына жерден ордер флоуды қарадым. Яғни мына жерде ликвидностьпен жұмыс бар. Одан кейін имбаланс подтверждение. Тағы да имбаланспен жұмыс. Оның ішінде имбаланстың ішінде айтқанда ликвидностьпен жұмыс болды. Яғни крупный капиталдың лонгқа настроение екенін көріп тұрмын да мына жерде. Яғни мен не істеймін? Любой кез келген бір манипуляциядан, либо там лонговый имбаланс тестінен мен уже лонг қарастырамын. Яғни белгілі бір уақытта
белгілі бір жүйе бар да, күнделікті жасайды. Яғни сол манипуляциядан кейін мен былайша айтқанда F-тағыналардан өткенімізді күттім. Мына жерде шартовый имбаланс тұр. Шартовый имбалансты былайша айтқанда инверсия жасап жүрдік. Имбаланс өтіп кеттік. Былайша айтқанда қатты бір реакция бермедік, байқасаңыз. Соны өтіп кеттік, одан кейін не істедік? Тағы да манипуляция жасады 3 минуттық. Сосын не істедім? Стопты жаңағы манипуляцияға қойдым міндетті түрде. Итті өткен күннің максимумына қойдым. Так, бір минут. Мен мына жерден максимумда қойдым. Өткен күннің максимумын емес. Мынау четверг күннің максимумын. Мен жұма күні салдым. Ладно, я без платы. 162 карточка. Лотты көп ашыпсыз ғой? Солай бола ма негізі? Бұл проб компанияға менде андай брокерский счет жоқ. Проб счетта. Сондықтан ол жерде шотымыздың. Например, андай нақты анализді біліп тұрсаң, көп лотпен кіруге бола ма? Енді бұл опять-таки жаңағыдай четкий жүйеңіз болса, пожалуйста. Мен мысалы бұны мен күнделікті жасаймын да. Күнде бір нәрсені қайталай берем, Сіз қазір ана ордер блокты қойып жатсыз ғой, соны автоматты түрде қойылады ғой. Соны стратегиясын ұмытып қалдым. Как называется сол? Smart Money индикаторын айтып тұрсыз. Жоқ, сіз мынау көрсеткіш бар ғой, міне көріне ме, сізге көрінбей ме, қалай жазсам екен? Индикатор бар ғой трейдингте. Жоқ, индикаторларды қатты қолданбаймын. Мен қолданатын осы сессионный индикатор. Сосын фракталдар болды, басқа индикатор маған керек емес. Қазір көбісі анда Fibonacci'ні қолданады ғой. Сол қаншалықты жұмыс жасайды? Мен өзім просто коррекцияны қай жерден бітетінін ғана көрсетеді. Ол примерный болжам, сізге 100% жетпейді, мен сол жерден кетеді. Иә, 100% орындамайды екен, мен өзім зерттеп көрдім. Стратегия дейтін просто емес. Ол просто Fibonacci 618, 786, OTE зона дейді. Optimal trade entry. Яғни баға импульсына өседі, коррекция жасайды. Коррекция осы арадан ары қарай лонговый жалғасады деген әңгімеде. Ол Fibonacci соңғаны көрсетеді. Қазір айтып жатыр ғой, енді Өзбекстанның Fibonacci бар, 16-18 деп, сол қаншалықты орындайды, осы Fibonacci ма? Міне ғой, міне 16-18 деген мынау 618 деген сөз ғой. Осы уровень ғой. Бұл бір стратегия деп айтуға болмайды негізінен. Трейдинг. Неге онда солай стратегия деп санап жатыр? Бастауыш деңгейі ол енді маркетинг қой. Ол теханализде қолданады ғой, бұл Fibonacci көбінесе. Бастауыш деңгейді сізге алфавитті үйретіп жатыр да, былайша керегіне опытыңыз болса, ол мүлдем қажет жоқ нәрсе. Уақыт кетеді. Жоқ, опыт бар, иә, қазір негізі 3 жыл болды занимация етіп жүргеніме. Аз-аздан енді өзіме жетеді. Былай көп суммада тауып отқан жоқпын, но әртүрлі енді. Бір күн бәріміз де тыңдап отырып қой, кешірерсіз, давайте тақырып бойынша тыңдайықшы. Неге қолай сұрақтар қойып кетесіздер? Личностьпен отырған жоқ қой, бәріміз тыңдап отырық. Order flow бойынша осы, яғни бұл бізде, яғни order flow ол не ол? Ол бізде белгілі бір анализ емес, яғни
былайша айтқанда паттерн емес та бұл былайша айтқанда ордер флоу, яғни крупный капиталдың яғни былайша айтқанда жүрісі да реальный табиғи жүрісі былайша айтқанда крупняк жалпы ол банктер ешқандай бір индикатор қолданбайды. Бұлардың мысалында іздері тек ликвидностьпен жұмыс, имбаланс, басқа ештеңе жоқ. Ордер блок, брекер блок бәрі былайша айтқанда мусор ғой. Мүлдем қажет жоқ. Былайша айтқанда біз осы ордер флоу арқылы ғана қарапайым ликвидность шешті. Біз имбалансты шешті. Крупняктың былайша айтқанда ниетін анықтадық. Микрофондарды өшіріңдерші. Цельдары бар. Қандай қай жерге баратыр деген сияқты. Оны біз күндік таймфреймға сүйену арқылы анықтаймыз. Күндік таймфрейм бағыты осы. Астыңғы жақтан манипуляция жасады. Плюс лонговый күндік неге келдік, біз имбалансқа келдік. Оның ішінде манипуляция жасадық. И плюс мына жерде әп-әдемі ордер флоу салып отыр. Имбаланс. Осы құралдарды қолдану арқылы ғана пайдаға шықтым. Яғни бұл жерде енді мен прop компаниямен жасағандықтан, яғни жаңа сұрап отыр, не үшін үлкен лот деген. Prop компания жалпы білмейтін адамдарға былайша айтқанда сізде допустим бір $30 басталады ең аз счет. Средний алған $30 ең қымбаты $400-500, $500. Мысалы $30 ол ең аз счет 5000 счетта. 5000 счет примерно $30 тұрады. $500 дегеніміз ол 100 счет. Яғни бұл жерде сізге prop компания не дейді? Сізге айтады, маған $30 төле, мен саған 5000 счет берем. Сен бірінші оны 5000 счетқа ие болу үшін сен екі этапты челлендж өту керексің. Бірінші этабы, екінші этабы. Бірінші этабында ол жерде 8% жинап беру керексің. Екінші этабында 5%. Яғни осыларды жинап бердің ба, сосын осыларды жинап бердің ба, саған не істейді? 5000 счетты береді. Торговля жасау. Былайша айтқанда, кім қандай адам қазір $30 төлесең, маған управленияға мысалы $5000 береді. Ең аз счетін алған. Ондай жоқ та. Сондықтан бұл жерде былайша айтқанда кіру ходы ең аз да, ең төмені бұл бізде prop компания. Яғни былайша айтқанда 500 250 мың теңге ғой былайша. 250 мың теңгемен біз не істейміз? 50 миллион теңгемен былайша айтқанда сауда жасай аламыз да. Мүмкіндігіміз бар былайша. 50 миллионмен сауда жасап, өзіміздің жаңағыдай 5%, 10% пайдамызды алып отыруға. Мұның жаңағыдай бір шектеу жоқ та. Prop компаниялар көп күннен күнге өсіп отыр олар. Яғни жерде ашқанда шектеу жоқ та, өсе беруіне болады да. $1 миллион, $2 миллион. Ашқан потолок жоқ та. Осыны қолдану арқылы, яғни мысалы жаңа айтып отыр, депозитім аз, сондай. Яғни сізге мысалы $20, $30 болып, соны сатып алсаңыз, сосын барып счеттарды өтсеңіз, сізде уже жаңағыдай как минимум 2,5 миллион теңге счетыңыз өтті. Солай. Кешіріңіз, бір сұрақ қоюға болмас, prop компания жөнінде. Қойыңыз. Маған түсініксіз болып тұр, қазір ол сізге жаңа $5000 береді ғой под управление. Сол кезде слив болып кетсе не істейді, сонда қандай не бар? Слив болса, ешкім ізден ол $5000 сұрамайды. Просто сіздің былайша айтқанда берген $30 төледіңіз ғой. Сол ақшаңыз күйіп кетеді деп былайша айтқанда. Егер де мысалы сосын келесі уже бермей жоқ, келесіге новый счет алып тағы да өте берсеңіз болады. Ондай сен слив жасап салдың, саған счет бермейміз деген жоқ бұл жерде. Ондай не жоқ. Қағида бар.
келесі новыйын аласыз, тағы өте бересіз. Ешқандай шектеу жоқ. Кешіріңіз, бір сұрақ қойсам бола ма? Айта беріңіз. Алло. Айта беріңіз. Жаңа сіз айтқандай проб компанияда, мен мысалы проб компанияны алдым, ол жерде бүкіл $5,000 сливать ете алмайсыз ғой. Там условия же есть. 4% күніне ғана, 8%. Нелері бар, әрине. Кішкентай бір нюанстар. Ол $5,000 бәрін ол $5,000 күйдіре алмайсыз ғой. Жоқ, ол жерде жаңағыдай $5,000 аласың. Бірақ сделка ашқан кезде оны 2%-мен ғана ашасың да. 2% рискпен мысалы, немесе 1% рискпен. 1-2 болды. Одан артық там 30-40% ашпайсың сделка. Яғни күндік лимит ол жерде 4-5% орта есеппен. 4-5%-тен асып кетпеу керек дейді. Минусқа кететін болсаң, күндік лимит жаңағы 4-5%-тен төмен болмау керек. Яғни сол мысалы 2% рискпен ашып, мына жерде мысалында қанша 1,5 осыны мысалы 2%-ке бөлсе, ол бізде жаңағы 3-2%. 3-2%, яғни мына 8%-тің ашқанда 3-2%-ні жаптым деген сөз. Ары қарай енді уже 6%-те қалып, 5-8%. Сол 5-8% басқа сделкалармен жабасың. Либо там бір сделкамен нақты жабуға болады. Жоқ. Айтқанда шектеу жоқ. Өзің қандай шектеу. Сондай. Содан кейін бұл жерде общий лимит бар. Общий лимит ол күндіктен басқа. Күндіктен басқа 10%. Осы сабақ аяқталды ма? Неме аяқталды ма? Пробты жарайды ағай бітіре берейікші. Сабақ осы бітті, пробты айтасыз, сабақ бітті ма дегенім ғой. Проб қызық емес болсын. Я қазір жалғастырамыз. Жалпы Order flow жайында жалғастырасыз ба, пожалуйста? Жақсы. Ол енді жаңағыдай 10%-ні сол сіздің жалпы лимитті. Мысалы 2%-тен 5 рет сделка аша аласыз деген сөз. Так. Енді order flow. Так. Так, order flow бойынша сұрақтарыңыз болса, графиктен қойып алсаңыздар болады. Сол order flow сначала ликвидность снимать етеді, содан кейін имбаланс тест жасайды, а содан кейін ана БТС, ТТБ дегендер осымен связано, не связано? Ол связано, бірақ былайша айтқанда ол зона интереса болып табылады. Қалай? СТБ, БТС, жаңағыда ликвидностьпен жұмыс. Сосын мына жерде суым болу керек. Яғни осы аралық бізде жаңағы сломға дейінгі бірінші откат жаңағы БТС, СТБ болып саналады да? Сол жерден көбіне реакциялық кетіп қалады, иә? Мына жерден енді мына зонаға келмеген. Одан кейін мына жерде тағы да ликвидностьпен жұмыс. Order flow деген сонда по направлению тренда, да? Қалай бір-бірлеп қойсаңыз. Жаңа order flow'да айтамыз, стратегиясы ол просто жаңа трендтің бағытын анықтап аламыз да, по тренду ликвидность снимать етеді, содан кейін имбаланс шығады, содан тестінен кіріп отырасыз, иә? Иә, мына қараңыз, қарапайымды. Мына мысалында шартовый движениеде. Шартовый движение өзінің бір логикасы бар да, просто қоп бұратқан жоқ. Ол не істеп жатыр? Имбаланспен жұмыс плюс ликвидностьпен жұмыс. Соны ликвидность шешу арқылы. Сосын мына жерде имбаланс толтыру арқылы түсіп жатыр да. Мына жерде имбаланс тест. Ликвидностьпен жұмыс, имбаланс. Дальше мына жерде ликвидностьпен жұмыс. Именно по тренду имбаланспен, да, тек? Неме, шартовый келе тұрғаныз ба? Сосын міне шартовый имбаланстар тест жасайды. Плюс жаңағы шартовый кеткендіктен ол тың жаққа қарай манипуляция жасайды, яғни
былайша айтқанда шартистарды шығарып отыру арқылы өзі төмен қарай бағаны түсіріп отыр, көрдіңіздер ме? Мынау каждый ликвидностьты шешу, ол былайша айтқанда мынау ранний шартистер бар ғой бізде, басқа концепциямен торговляшты. Smart money болсын, теханализ болсын, оның барлығы мына жерге кіреді да, стоптарын мына жерге қояды да. А крупный капитал оны не істейді, манипуляция жасайды да. Дальше былайша айтқанда мынау шартовый движениялар арасыз, мынандай резкий движениялар да былайша айтқанда. Мынау лонговый жай көтеріліп келеді да. Резкий вынос жасайды да былай қарай. И бағаны төмен қарай түсіріп жүреді. Мынау импульсный болады. Крупный капитал. Сонда не ма? Бір сағаттық имбаланспен жасайсыз ба, или 4 сағаттық имбалансты аласыз ба? И сломды сосын 1 минуттан қарайсыз ба, или 3 минуттан қарайсыз ба? Жалпы мен 1 сағат қолданамын. Яғни 1 сағатта информация аз болса, онда арасында 4 сағатқа көшетін бір. Жаңа сломдарды егер де мен entry model болса, яғни сделка ашатын болса, онда мен 5 минут, 3 минуттан қараймын да сломдарды. Жалпы 1 минут шум көп болып кететін сияқты да, 3 минут, 5 минут жақсы береді сломды. 1 минуттың өзін жаңа қолданатын кездер болады, бірақ көп мына именно валютный параларда да оны қатты қолдана қоймаймын. 3 минуттық слом қарайды да, сол соның графикасынан кіресіз, иә? Ол жерде жаңағыдай кірудің бірнеше жолдары бар, ол жерде тек қана жаңағыдай слом күтіп кіру емес, ол жерде shift деген нәрсе бар, яғни қарама-қарсы имбаланс пайда болып, содан кіруге болады. Ол жерде инверсия бар. Инверсия жасап, сосын Инверсияны имбаланс да. сол жерде BPR-лар пайда болады, содан кіруге болады. Кіру модельдері өте көп. Ол қатты бір Осылар туралы да сабақ бола ма сізде? алдағы уақытта жасап қоюға болады. Рахмет. Көрдіңіздер ме? Ликвидностьпен жұмыс, имбалансты толтыру, ликвидностьпен жұмыс, имбалансты толтыру. Былайша айтқанда қарапайым да жол. Крупный капитал. Содан кейін не істеді мына жерде? Соңғы шартовый имбаланс тест. Шартовый имбаланс тест. Былайша айтқанда мына жерде ликвидностьпен жұмысқа келді. Дальше кері бағытқа қарай ауысты. И мына жерде STB, BTS-терді жасау арқылы лонгқа ауысқанын көрсетті бізге. Не плюс мына жерде лонговый имбаланста пайда болды. Жалпы ордер флоу деген сол. Яғни бағаның былайша айтқанда эффективный жеткізу ғой. Яғни бір импульс болады, коррекция болады. Сосын бір лонгқа кеткен сияқты болады негізінде баға. Лонговый болады мысалы. Бірақ осы жерде мысалы көп трейдерлер қателеседі, лонгқа кіріп кетеді, манипуляцияны көпейді. Бірақ ол жерде міндетті түрде манипуляция болады. Манипуляция вынос жасайды. Сосын ары қарай импульс береді. Сосын коррекция береді тағы да былайша айтқанда ложный лонг өтірік манипуляция жасайды. Лонгқа кеткен сияқты болады. Бірақ не істейді? Қайтадан манипуляция жасайды. Вынос жасайды былайша айтқанда. Мына жерде стоптарын қояды ғой. Қарапайым трейдерлер. Соның стоптарын алады да. Былайша айтқанда лонг движениесін жалғастырады. Плюс еще жаңағыдай имбаланстар тест жасап отырады. Арасына қойып. Өйстіп, мысалы А пунктінен ол мына жерде мысалы крупный капиталға белгілі бір зонадан аккумуляция болады. Позиция жинайды. Яғни мына жерден позициялар жинайды, боковикке түсіреді бағаны. Боковикке түсіреді, барлық жерден ликвидностьтарын шешу арқылы бағаны көтереді. Сосын барып коррекция береді, жаңағыдай вынос жасау арқылы мына жерде нелер бар. Мына жерде лонгистер бар, мысалы. Мына жерде реверс алынатын смарт-матчиктер бар, мысалы. SMA деп. Оның барлығын бірлетіп мына жаққа лонгистерді шығарады, сосын барып мына жерде тұрған шарттықтардың стоптарын арқылы баға өзі былайша айтқанда импульсін секретті. Бұған яғни крупный капитал былайша айтқанда ақша аз жұмсайды осындай движенияға. Осылардың стоптарын алу арқылы. Яғни оған крупный капитал былайша айтқанда маркетпен ешқашан алмайды да. Яғни маркетпен көп суммаға алмайды да. Яғни лимитный тұрған стоптарды шешу арқылы, мына жерде стоптар қойып солардан өзінің позициясын жинайды былайша айтқанда. Стоптарды алады,
сосын барып лонгқа солай белгілі бір жоғары жақта жаңа айттық қой цельтар нефтада яғни мына жақтан ордер флоу басталды ма ана цельдар оны мына жақтағы ликвидностьтер болады да осылардың барлығын шешеді. Крупный капитал деген мысалы графикта қай жерден кіреді бұл сол жерге мысалы қай шортқа крупный қай жерде кірді ол қараңыз манипуляция жасаса да мына жерден лонгқа ашқан теханализдер бар мысалы уровень поддержки дейді мысалы мына жерде уровень бар уровень тұрмын екеніз осыған баға келді мына жерде не істейді теханализді тауып торговля жасайтындар лонгқа ашты мына жерде уровень поддержки немесе там SNR мен торговля жасайтындар осы жерге келді міне и лонговать етті да лонговать етті бірақ маған не істейді қайтадан коррекция берді и жаңағы мына жерден қосылды походу қосылып жатыр да именно мына жерден де қосылды и не істеді крупный капиталға оның барлығын былайша айтқанда тартып жүру өте ауыр болып кетті да ауыр болғаннан кейін не істейді мына ликвидностьін былайша айтқанда накопление мына жерде басқа трейдерларды накоплениясын күтеді былайша айтқанда мына жақта жабысады трейдерлер оның барлығын вынос жасайды былайша айтқанда мына жерде де өтірік ложный лонг кетті көресің ба сосын барып тағы манипуляция сосын барып қана лонг кетті да яғни стоптарды алады да былайша айтқанда рыноктан шығарып жүреді и өзі былайша айтқанда жеңіл кетеді де өзі ары қарай мына жерде то же самое мына жерде лонгқа ашқандар мына жерде манипуляция түсіп қалыпты сосын барып кетті тағы сұрақтарыңыз бар ма ордер флоу бойынша басқа да концепция бойынша стратегиялар бойынша бүгінгі сабақтар түсінікті ма SNR стратегиясы қаншалықты жұмыс жасайды? SNR ол опять-таки ол стратегия бәрібір жұмыс жасауын жасайды бірақ насколько эффективно да SNR ол смарт манийдің бір құралы ғана да яғни біз қолданатын STBPS жаңағы сұрады sell to buy buy to sell осы зоналардан лонг қарастырады сосын ограниченный да осы лонговый STB-ні табылады сосын шортовый нені табылады соның аралығында там чек анализбен араластырып лонг шорт ашып отырады бағалар бұл былайша айтқанда бір ғана құрал да имбалансты қарамайды деген сияқты Значит, 3-4 құралды құрастырып анализ жасау керек сондай ғой мен өзім жаңағыдай ликвидностьпен жұмыс плюс имбаланс екеуін ғана қолданамын басқа ешқандай блокты қолданбаймын крупный капитал барынша простой жұмыс жасайды да яғни ликвидностьпен жұмыс ешқандай ол паттернда емес байқасаңыздар ондай не жоқ крупный капитал белгілі бір жаңағыдай двойной дно дейтіндей паттернға да жатпайды просто естественно жүреді табиғи жолмен жүреді былайша айтқанда оған ол да мына жерде оның ниеті мына жерде там стоктарын алып алайын деген ниет емес па да енді ол да просто жаңағыдай арзанырақ сатып алу оның ниеті болды яғни барынша эффективно жүру ғой былайша мына жерден арзанға сатып алдық болды сіздің ойынша операнды стратегиясы қаншалықты жұмыс жасайды сіз оны қолданып көрдіңіз бе жоқ қолданбаймын жалпы бір қарағанда бір RSI мен жұмыс жасайтын сияқты кажется бірақ ол RSI индикатор болғандықтан енді ол деңгейді көрініс бағадан қай деңгей екенін сондықтан мен оны қолданбаймын
Рахмет. Жаңа бір сұрақ қойып едім мен имбаланс жөнінде. Аха. Сіз айттыңыз ғой имбалансқа тест жасалынады деп. Аха. Сол кезде сол имбаланс біз енді жаңа не бойынша смарт мани бойынша имбаланс деген мысалы 50% толтырылу керек дейді да, сол кезде ол тест жасалған болып немесе жаңағы ТВХ жүйеден кіргіздік та. Сондай не бар ма, условиясы бар ма имбалансқа мысалы тест жасалып? Сіздің көрсеткен мысалдарыңызда тек ұшымен киіп өткенде имбалансқа тек басынан. Ол қараңыз, имбаланстың жалпы екі түрлі несі бар, жұмыс жасау жолы бар имбаланспен. Мысалында Көрсеткіші. экран көріп тұр ғой, иә? Көрінбей тұр. Көріп тұрған жоқ. Қазір қосылу керек. Трейдинг платформа жүріп бесплатно енді қолданып көрсеңіз болады. Енді көрініп тұр. Ол мынадай ұшына тию, сосын барып резкий реакция, оны EOFET дейді. Ол ICT-ден келген термин. EOFET ұшымен ғана тиеді, жақсы бір реакция болады. Бұл яғни көбінесе мына валютный параларда жұмыс жасайды. Бір тиеді, дейді, дальше кетеді. Жалпы қайтып келгенде тереңірек тест жасаса, валюткалардың да қатты жұмыс жасамайды. Скорее всего, оны тесіп өтеді ары қарай. Именно былайша айтқанда алтынмен сауда жасайтын болсаңыз, ол жерде енді ол тереңірек тест жасауды жақсы көреді. Алтын былайша айтқанда ол жақта манипулятивный, яғни ең высоколиквидный актив болғандықтан ол кішкене енді былайша айтқанда келеді, имбалансқа келеді, тест жасайды. Былайша айтқанда ложный лонг кетеді, сосын барып тереңірек тест жасайды. Мына жерде былайша айтқанда жабысқан трейдерларды шығарады, сосын барып қана не істейді, лонгово кетеді. Яғни бұл алтын ерекшелігі де өзі. Яғни бұл жерде 100% толтырады. 100% немесе мына ортасын 0,5-ке келеді, CE зонасына. Сосын барып қана кетеді. Осы жалпы. Мынадай валюткаларда мен тиіп кететін жақсы. Болды, түсінікті, рахмет. Мен алтынмен сауда жасаймын, сондықтан толтырады да кейде. Алтынды қазір қарасақ, алтынды көрейік. Тест жасамайды. Жалпы алтын мынадай имбаланс көбінесе жақсы толтыруды жақсы көреді. Ішінде манипуляция жасайды. Міне қараңыз. Мына жерде 4 сағаттық болды. Міне қараңыз. Яғни мен ортаңғы зонадан барып қана кетті. Бірінші тест қатты бір реакцияға келмеді. Сосын барып қана соның ішінде ликвидность минус болды. Сосын барып қана жақсы лонговый движение кетті. Мына жерде де тоже самое 100% толтырды, сосын барып қана кетті. Мына бірінші тесттер қатты бір не бермеді, шортқа келмеді. Қосымша манипуляция жасады. Яғни бұл жерде бұны алтынмен торговля жасайтын трейдерлер көп, сондықтан өзімен жабысып тұрар шортқа. Соның барлығын вынос жасау керек та, сосын барып қана. Егер жаңа алтынмен сауда жасайтын болсаң, ескерсеңіз дұрыс. Бұл жерде order flow қолдануға бола ма сонда, қалай болады екен? Order flow любой жерде криптода бар, алтында да бар. Мына жерде мына қараңыз.
өткен жұма күні. Жұма күні. Мына жерде M15-пен жұмыс жасап кетті. Осы M15-пен жұмыс жасады. Сосын барып қайтқан жер. Мына жерде чистый ордер болып тұрды. Мына жерде шешті. Мына жақтан бастағанда ол жерде. M15-пен жұмыс, мына жерден имбаланс толтырды. Дальше мына жерде тағы да ішкі M15-пен жұмыс жасап кетіп қалды. Сосын барып қайта коррекция бердім, мына M15 шешті. И дальше мына жерден тоже ішкі M15-пен жұмыс жасады. Дальше имбаланстар қалдырып кетті. Ертең енді понедельник күні осы имбаланстардың тестінен ары осы имбаланстар немесе там тереңірек мына имбалансты шешсем. Уже азиаттар маған барлығын тест жасайды. Уже тест жасағаннан кейін уже Лондон ашылатын уақытта лонговый имбаланстар тестінен уже кірген. Ол любой активті, любой жерде бар. Криптовалюта болсын, кез келген активті. Например, разгон жасағанда стоп-лосс қойып үлгермейміз. Қаншалықты дұрыс? Мен өзім разгон жасамайды. Қатты ол жерде разгон қараңыз, бірнеше позиция ашылады ол жерде. Мен прop компаниямен сауда жасағандықтан ол жерде ондай 10 сделка қатарынан ашуға болмайды ол жерде. Лейеринг дейді, яғни қабат бастыруға болмайды сделкаларды. 2 сделкадан көп ашуға болмайды. Сізге криптовалюта байтоп солай ма? Жоқ, прop компания болғанда. Оның ережелері бар ғой. Лейеринг деген ережесі бар. Ол жерде көп сделка ашпайсыз. Яғни бір четкий сделка жасайсыз. Рахмет. Так, ары қарай жалғастырайық. Экран көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Мына жерде мен жазып кеттім, жаңағы Opter Flow, яғни крупный капиталдың ішінде Time Futures. Крупный капитал ешқандай индикатор қолданбайды. Оған керек ликвидностьті өзіне алады, өзіне позицияларын жинайды, қалтасын толтырады. И былайша жоғары жаққа барып, сонда лонговать етсе, төменгі жақтардан манипуляция жасау арқылы жоғары жаққа бағаны эффективно жеткізеді. Сосын жаңағы распределение болады жоғары жақта. Жалпы келесі. Сәлеметсіз бе, бір сұрақ бола ма? Мысалы, имбаланстар, олар зонасы үлкен болады ғой. Ретестында кірген кезде қай точкалардан кіргені дұрыс? Ортасына дейін түскені күту керек па, мысалы, байға кіру үшін? Мысалда кейбірде мысалы түспей-ақ бітіріп кетеді. Ол жерде жаңағыдай нюанстар бар әрине. Мысалда смотресіз қайда лонговать етіп отырсыз. Мысалда лонговый имбаланс тест жасаса, сіз бірінші тестінен, допустим, бір локальный лонг қарастырасыз деген сияқты. Ол енді әр активтің өзінің ерекшелігі бар. Жаңағыдай көрсеткен жерде валюткаларда ол бір тиіп кетіп қалды. Жаңағы алтында более глубокий тест. Алтында? Алтында более глубокий. Яғни бір сағаттықтың ішінде M15-пен манипуляция күткен дұрыс. Бір сағат болмасы M15 манипуляция. Сөйтіп алсаңыз болады. Рахмет. Жалғастырайық ары қарай. Мына жерде енді
егерде сіздерде осындай жүйелі сауда жасағыңыз келсе, онда сіздерге арналған арнайы ұсынысым бар. Яғни бұл курс алдағы уақытта бізде 6 апталық курс басталайын деп жатыр. Жалпы бұл жерде нақты қалай жүйемен сауда жасау керек, нақты четкий алгоритм бар да. Бұл жерде енді бұл келесі потогымыз біздің. Курстың мазмұны бұл жерде 32 сабақ, барлығы яғни запистері бар. Әр сабақтың, әр тақырыптың прямой эфирлері болады. Бұл жерде енді біз Smart Money'ді да үйренеміз, ICT'ді да үйренеміз, сосын жаңағыдай Order Flow-ды үйренеміз. Бұл жерде барлық тақырыптар бар. Жаңағы 50 сағаттық видео материалдар, барлық терең түсіндірілген нюанстары бар. Бұдан кейін сабақтарға шексіз доступ болады. Кез келген уақытта өзіңіз қарай берсеңіз болады. Видеода жазылған бүкілі. Содан кейін лайв трейдинг болады, яғни бірге жаңағыдай зеколар ашамыз. Сол уақытта сіздер логикасын түсінесіздер, практика жүзінде зеколар ашуға мүмкіндіктері бар. Жалпы бұл курстың құрылымы, яғни қандай тақырыптар, жалпы 12 модульден тұрады. Бірінші ол бізде структура. Структурада, яғни біз тек қана Smart Money'дің структурасы емес, Order Flow-ның структурасы бар да. Соны тереңірек талдайтын боламыз. Сосын ликвидностьпен жұмыстың бірнеше түрі бар. Соларды талқылайтын боламыз. Баланс, маңызды инструменттердің бірі. Ол жердің өзінің жаңағы зоналары бар. 3 түрлі зонасы бар, ключевой зоналары бар. Қай жерден іздеп алған дұрыс, қалай алған дұрыс деген сияқты. 4-ші модуль контекст, пой зона, сосын таргет. Яғни контекст дегеніміз не? Бағаны біз күндік таймфреймнен графигін қарау арқылы қай жаққа баратынын анықтауға болады. Соның өзінің нюанстары бар. Одан кейін STB, BPS, зоналар, SNR деп айтып сол бір ғана инструментті байқасаңыз. Одан кейін таргет зоналар, қай жақтан біз таргетировать етеміз, қай жаққа таргетировать еткен дұрыс болады деген сияқты. Одан кейін рыноктың фазалары бар бізде. Рыноктың фазаларын үйренетін боламыз. Рыноктың өзінің Order Flow-ға сүйенген фазалары бар. Бастапқы фазасы бар, одан кейін жалғастыру фазасы бар. 6-шы модульде ол сессиялар, уақытқа барлық қандай сессия не істеу керек, соны талқылайтын боламыз. Әр сессияның өзінің мысалында сетаптары болуы мүмкін. Соларды талдаймыз. Мына жерде ТВХ модельдер. Сделканы қалай ашамыз, қалай дұрыс ашу керек, кіші таймфреймде қалай жұмыс жасаймыз, сделка ашқан уақытта. Сол туралы айтатын нәрсе. Имбаланстан сделка алу, келесі бөлім ол именно имбаланстан дұрыс сделка алуды үйренетініміз кіші таймфреймде. Одан кейін өзім қолданатын имбаланстар. Өткенде имбаланс тақырыбын өткен кезде қамасы UVB мен PPR қолданады. Экран көрініп тұр. Көрініп тұр. Өзім қолданатын жаңағы сетаптарым бар. Винериттері өте жақсы. Одан кейінгі 11-12-ші модульдерде алтынға қалай сауда болу керек, сол туралы стратегия бар. Именно осы Order Flow-ға сүйенген. Одан кейін проб компанияны өту нақты жоспар, қалай өтеміз, тезетудің жолдары бар, соларды талқылайтын боламыз. Сіз қандай брокермен жұмыс жасайсыз? Брокеріміз проб компания. Проб компания, сонда счеттар бар да, сол арқылы сауда жасайды. Одан кейін сұрақ-жауап сессиялары, бэктест сессиялары, яғни бэктест осы стратегияны қалай практика жүзінде қолдану арқылы, симуляторды қосып қойып, өткен айларға бэктест жасауды көрсететін боламын. Қалай именно жасау керек, қалай статистика жинау керек,
одан жаңағыдай қалай торговый стратегияны құру керек, солардың барлығын талқылаймыз. Жалпы курс кімдерге арналған? Жалпы бұл бізде бастауыш трейдерларға, разница жоқ. Трейдингтің біліміңіз нөл болса да жақсы мүмкіндік. Одан кейін белгілі бір жүйесі жоқ трейдерлер болатын болса, әртүрлі ютубтан көрген, басқа телеграм каналдардан қараған жүйесіз трейдерлер болған, өздеріне сенімсіз деген сияқты. Соларға арналған. Содан кейін SMC мен ICT-ді түсініп, оларды қалай қолдану керек екенін білмейді, қалай түсінбей жүрген трейдерлер болады. Smart Money-дің осы именно қай тақырыптарын алу керек, трейдерлерге арналған, более келесі деңгей waterfall-ды қолдану. Жалпы енді одан кейін сұрақ қоятын орта, жалпы негізінде трейдердің ең жақсы дамитын бұл айналасындағы ортасы, кері байланыс, сұрақ жауап деген сияқты. Солардың барлығы яғни бұл отзывтар, алдыңғы потоктың отзывтары оқып көрсеңіздер болады. Мына жерде Smart Money-ді қиындап жүрген, жаңағы жеңіл түрі Smart Money деген, енді бұл жерде Smart Money да бар, ICT да, waterfall да барлығы болғандықтан Smart Money деп аталған. Жалпы курсымыз жеңіл түрде үйретіледі. Кез келген новичок болсын, түсінбейін деген адамдар болса, одан бір проблема болады деп ойлаймын. Келесі жаңағы отзывтар. Кейін телеграм группаға жібереміз, қосыңыздар. Бағасына келетін болсақ, 250 мың теңге. Бірақ та сіздерге скидка жасағым келіп тұр. 50% жеңілдікпен бүгін предоплата қалдырған адамдарға 125 мың теңге қосылып, яғни жүйелі трейдер болған болсаңыздар. Одан кейін енді әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Ақшам жоқ дейтіндер, сондай адамдар болатын болса, онда сіздерге арнайы бір ұсыныс бар. Жаңағы мини-курс, аналитикаға доступ. Бұл жерде курс емес, күнделікті анализ беріліп отырады. Сіздер сонымен бірінші мына жерде риск менеджментті үйренесіздер, одан кейін сделкаларды ашу модельдерін үйренесіздер. Мысалында жаңағыдай алтын, евро, фунт, герсор, оларға мысалында күнделікті анализ жіберіледі. Соған анализ бойынша модельдерді үйреніп аласыздар, риск менеджментті үйреніп аласыздар. Сол жерден сделка ашасыздар. Яғни жерде лайф тікелей эфирде немесе телеграмда ботты қолдану арқылы сіздерге мысалы осы жерден сделка ашуға болады деген сияқты тікелей түсіндіріліп отырады. Мына жерден сделка ашуға болмайды деген сияқты. Сондай өзінің ерекшеліктері бар. Бұның бағасы жаңағы 20 мың теңге, 2 айлық туз, яғни бір айдың бағасы 10 мың теңге болды. Бұл мини-курста про компания туралы айтасыздар ма? Про компания туралы? Сабақтар өткен нелерін сабақтарын бере аламыз. Про компания сатып сауда жасаңыз болады. Яғни қалай сатып алу керек, қалай дұрыс алу керек, қалай рисктерді қалай басқару керек. Сол туралы риск менеджмент туралы сабақтарымыз бар, олардың запистері бар. Соларды жібереміз, көріп алсаңыз болады. Одан кейін жиі қойылатын сұрақтар, бұл жерде енді курстың басталуы қашан? 4 августта бастаймыз. Бүгін біз алғашқы сабағымызды өткіземіз. Төлемді сіздер Каспиймен немесе USDT криптовалютамен жіберсеңіздер болады. Кез келген мүмкіндіктер бар. Одан кейін проб счетқа қалай ие боламын деп, жалпы проб счетты мысалында белсенді студенттер бар, жақсы результат көрсеткен деген сияқты оларға жаңағы 5 мыңдық счет беріледі. Одан кейін қосымша жаңағыдай пробты өту стратегиясы бар.
Есікті қалай басқару, сол туралы жалпы проптың барлық сұрақтарын жауатын сабақтар бар. Дедлайн ол бүгін түнгі 12-ге дейін, яғни предоплата қалдырсаңыз, осы фиткалар қалады. Сұрақтарыңыз болса? Менде сұрақ бар қазір. Болады ма? Қойыңыз. Мені қызықтыратын жаңа не болып тұр ғой, лайф трейдингті себебі жалғыз өзім отырамыз да, сосын кейде түйе мәселеден шығып басасың, сосын бір ақыл сұрайтын сондай орта керек та. Соны мысалы сіз айтып отырғаныңыз мына лайф трейдинг деген ол қалай болады, күнде бола ма, әлде несі бар ма, графигі бар ма? Жалпы күнде мысалында анализ жіберіледі, жаңағыдай килзона басталмас бұрын осындай көріп тұрмын деген сияқты. Сосын егер де мысалында жақсы сделкалар болып тұрса, оны мен аргументтарын жіберемін. Яғни прям реальный времени осы жерден там реакция күтеміз, осы жерден осылай болса осылай аламыз деген сияқты. Там имбаланстан тест жасап, одан реакция алатын болса, күшті таймфрейм, сонда позицияны аша беруге болады деген сияқты нұсқаулықтар беріп отырамын. Кейбір кезде жаңағыдай видеомен де қосылып жасаймыз. Реально времени түсіндіріп отырамын. Сондай мүмкіндіктер бар, иә. Кез келген сұрақтарыңыз болсаңыз болады. Мини курстың ішінде кім бар сияқты ғой да ол да? Мини курстың ішінде, иә, бар. Рахмет. Так. Иә, оңға бонустарды жіберемін сіздерге. Сабақтың қасы ректор көрсең айтты. Ал бүгін егерде предоплатамен алатын болсаңыз, бағасы 125 теңге. Яғни бұл жерде 2 айлық курстан кейінгі жаңағыдай поддержка, сұрақтарыңыз жауап, сұрақ жауап міндетті түрде болады. Мысалында өткен бірінші поток бізде июльде бітті да. Әлі де сұрақ жауап эфирлерін ұйымдастырып тұрамыз. Мысалында бэктест жасаймыз деген сияқты сондай моменттер бар. Курстан кейін де мысалында ол курс бітті, курс бітті, ары қарай да не бола береді, яғни қолдау бола береді. Ондай нелер бар. Сол курстың телеграм чаты бар, соның ішінде қалады ғой. Өздеріне өзі ақылдасып. Сабақтар да болады. Барлығы жаңағыдай сақталады. Қандай брокермен жұмыс? Жоқ, мен брокермен жұмыс жасамаймын, проп компаниямен жұмыс жасаймын. Қандай проп компания? Проп компания көп қой. Maven бар, Funding Pips бар, толып отыр. Проптар, Funded Next бар. Неге жақсы тауып жүрген трейдер курсы. Жалпы бұл жерде мен андай рынокты көріп жүрмін да қазір. Андай болмайтын бір индикаторлар сататын, болмайтын теханализ сатып жүргенде бір әлі теханализ сататындар бар да. Сондықтан белгілі қазақ тілінде андай бір сапалы не көрмегесін осындай жасауды шештім. Бағасын көріп тұрсыз, қатты қымбат емес, қолжетімді. Яғни кейбір жаңағыдай инфо-цыгандар сияқты миллиондап сатпайды, ондай жоқ. Барлық сіздердің дамуы үшін қазақ тілінде қазақ трейдерларын дұрыс грамотный сауда жасау үшін ғана. Жалпы мақсат сол. Так, қазір мен жаңағы бонус сабақтарға несін доступты жіберемін. Так, чатты ашып қарасаңыз, осы жерде телеграмға ссылка жіберіп қойдым. Сонда қосылып алсаңыз болады. Трейдинг бойынша сабақ дайын тұр, қазір жүктей салатын ғана қалды. Жалпы кітапшасы сонда Smart Money бойынша кітапшасында тұр. Чатқа өтіп
ссылка тұр, соны басып қосып алсаңыздар болады. Кімге жаңағы бонустар қажет болатын болса. Чатқа жібердіңіз бе? Что-то көріп тұрған жоқпын. Жоқ, осы не бар ғой, эфирдің чаты бар ғой. Сонда жүр. Санчо деген ба, сол ма шыққан? Иә, ол смарт мани бойынша кітапша. Қазір эфир біткесін трейдинг view бойынша сабақ жіберемін. Сосын тағы бір сұрағым бар, сіз мына журнал жасайсыз ба? Жүргізесіз ба журналды? Әрине, журналсыз болмайды ғой. Каждый трейдер ол журналмен жүру керек та. Ол жерде жаңағы қатемен жұмыс жасау керек міндетті түрде, яғни бэктестінде журнал болады, бөлек журнал, жаңағыдай живой сделкаларында журнал болады, соның барлығын негізі жазып отырған дұрыс. Яғни кейбір кезде стоп аласың, стоптармен жалпы трейдерді өсіретін ол бізде стоптар ғой. Стоп алмасаң, яғни өспейсің деген сөз да. Айтқанда стоп неге стоп алдың? Қатемен жұмыс, яғни қайталана беретін стоптар да болуы мүмкін. Соның барлығын жою үшін ол журнал міндетті түрде керек та. Еске сақтау мүмкін емес негізі. Әрбір сделканы. Белгілі бір статистика болу керек та. Яғни журналсыз қиындау да. Яғни торговый стратегияның өзі журнал жүргізу арқылы шығады да. Жерде әркімнің өзі жаңағыдай торговый стратегиясы дейді, өзінің стиль торговля дейді ғой. Соның барлығы да осы жасалған бэктест, жасалған живой сделкалар барлығын статистикасы шығады. Мен өзім ноушнда жасаймын, сол жерде өзі статистикасын шығарып береді. Қайсы сетаптар жақсы результат көрсетеді, қайсы жаман деген сияқты. Соның барлығын қолданамыз. Ол туралы да жаңағыдай жеке сабақ бар. Журнал дегенде мен қолмен кәдімгі жазасыз ба, или сізде жаңағы программа ішінде? Жоқ, Notion деген блокнот сияқты, кәдімгі телефонда блокнот бар, тура сондай программада арнайы. Ішінде шаблоны бар, барлығы дайын тұр, негізі таблицасы. Просто өзің жаңағыдай мысалында анализіңіздің несін, результаттары салып қоясыз, тейк болды, стоп болды, осы жерден кірдім деген сияқты. Барлығын жазатын, өзі есептеп беретін арнайы несі бар, программасы бар былайша айтқанда. Түсінікті, рахмет. Жалпы сұрақтарыңыз бар ма бүгін жаңағыдай тақырып бойынша, немесе курс бойынша қойсаңыз болады. Микрофонды қосып. Live trade күнде больше. Live trade күнде бола ма мүмкін, сосын бағасы қанша. Live trade 2 айлық подписка 20 мың ба сондай. Жалпы ол жерден де офлайнда, онлайнда болуы мүмкін. Офлайн деген андай чатпен жіберіп отыратын кездер. Жақсы ситуациялар болса, онда онлайнда қосылатын кездеріміз болады. Қазір мен қайда жазамыз, жаңа реквизиттарды қайдан аламыз, оны телеграмға барын эфир біткесін жазып жүрім. Маған жекеме шықсаңыздар, сол кезде сіздерге реквизиттер беретін боламын.